Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге кейіпкер жобасы және бүгінгі біздің басы кейіпкеріміз Зинаида ханым. Бүгін біз Зинаида ханымның жұмыс барысымен бос уақытында не істейтіні туралы білетін боламыз. Олай болса кеттік. Біз қазір Зинаида ханымның жұмыс барысымен танысатын боламыз. Сәлеметсіз бе, Зинаида ханым? Хош келдіңіз, Айнұр ханым. Қош көрдік, рахмет сізге. Зинаида ханым, сіз өзіңіздің осы жұмысыңыз жайлы ақпарат бере кетсеңіз. Мен Гранд Базарда, Сыпатай Батырда жұмыс істеймін. Аға кассир болып істеймін осы жерде. Істеген жері уже 4-ші жыл болып жатыр. Сіз жұмысқа келгенде таңғы жұмысыңызды неден бастайсыз? Біріншіден мен келем, кассаға внесен жасаймын. Әр 3 кассаға внесен жасаймын. Одан кейін мен барам, центерді қараймын, жаңа товарды қараймын. Жаңа товарлардың біздің группасы бар, сояққа жібереміз, акционный товарды қараймын. Барлығын қадағалаймын да. Мысалы, сроктарын қараймыз тоже, ротация жасаймыз. Әр позициямен тұрсын. Мысалы, печеньерияда тұрады, компиттің несінде тұрады, снектің қасына тұру керек та. Әр позициямен тұру керек. Бөлек тұрмау керек та. Сондықтан сол осы жұмысымды осылай бастаймын мен азанда. Біз Зинаида ханымның тұтынушыларға қалай көмек көрсететінін тамашалайтын боламыз. Баға бізде осы біздің магазиндерде төмен бағалар. Геркулес, Давидыч, керемет ботқа жасасаңыз болады. Қантқа қазір бізде уценка болып жатыр. Бұрында ол 614 теңге тұрған, қазір 408 теңге тұрады. Керемет, 800 граммна жасасқан. Ең төмен баға ұңға бізде ладья деген ұны, керемет қамыр жайсаңыз болады, құймақ пісірсеңіз болады. Бізге қазір тауарлардың сапасын көрсететін болады. Қазір өзінен сұрап көрейік. Зинаида ханым, тауарлардың сапасы жайлы айта кетсеңіз. Тауарлардың сапасы енді барлығы жаман емес, кейбірлері бар, бірақ мен жаман деп айта аламаймын. Мысалы, біріншіден гель сортині айтып кетсем, ол мен ең ұнататын жақсы гель, кір жуғыш гелі ғой дейді, оны сорти. Бұрында ол 2400 теңгеден тұрған, қазір уценкамен 1990 теңге тұрады. Ол гель жақсы көпірленеді. Кондиционерді кірге қоспасаңыз болады, өзі иісі құрпырап тұрады прямо. Осы қазіргі уақытта мен сіздерге кеңес бергім келеді. Ұнтақты көбінесе алмасаңыз болады. Осымен біздің кейіпкер айдарымыз өз мәресіне жетті. Зинаида ханымның ізгі тілегін тыңдасақ деген ниетім бар еді. Зинаида ханым, тілегіңізді айтсаңыз. Тілдер орталығына шексіз шын жүректен алғысымды білдіремін. Өйткені соқтан мемлекеттік тілді меңгердім. Сол жастарға да айтқым келер, қорқпай, ұялмай, осы тіл орталығына келіп, мемлекеттік тілімізді құрметтесін, меңгерсін. Өйткені еш нәрседе қиыншылықта жоқ. Сізге де ашық аспан, зор денсаулық, табыс тілеймін. Рахмет, сізге сау болыңыз.